Саламатсыздар ма? Бүгін сіздерге FED Colorado атты керемет оқу платформасымен таныстыратын боламын. Ол үшін браузерге FED Colorado деп жазамыз. Кіреміз, кетейік. Одан кейін ыңғайлы болу үшін қазақ тіліне немесе орыс тіліне аударып алуға болады. Қарасаңыздар, бұл жерде физика, математика, химия, жалпы жаратылыстану пәндеріне арнайы симуляциялар қарастырылған. Химияның ішіне кіреміз. Бұл жерде химия пәніне арналған барлық симуляциялар жиынтығы көрсетілген. Жалпы бүгін ерітінділер тақырыбына қарастыратын боламыз. Ішкі негізгі ерітінділері және концентрация тақырыптарына бар екен. Одан кейін малярлық тақырыбына малярлық концентрациясын анықтауға арналған. Ішкі негізгі ерітінділерге кірейік. Бұл жерде тақырыптар көрсетілген. Сонымен қатар бұл жерде аудармалар да бар, қазақ тілінде аудармалары бар. Қант және тұз ерітінділері ауысына қарастырып көрейік. Қарасаңыздар, бұл жерде қант және тұз ерітінділерін дайындай аламыз. Ең алдымен қант құрал жабдықтарымен таныстыра өтейін. Бұл жерде бізде су, жалпы оның көлемін өзіміз таңдап аламыз. Одан кейін бұл жерде қант пен тұз ерітінділері, яғни қант пен тұз көрсетілген. Одан кейін концентрациясы бар. Одан кейін электр тоғын өткізеді немесе өткізбейді деген сияқты анықтауға арналған амперметр қарастырылған. Бұл жерде судың көлемін азайта аламыз. 1 литр алайық. Одан кейін қантты қарастыратын боламыз. Жалпы концентрациясын қарайтын болсақ, бұл жерде концентрациясының мөлшері артып жатыр. Одан кейін біз электр тоғын өткізеді немесе өткізбейтінін тексеретін боламыз. Сол үшін мына жерде қарасақ, бұл жерде электр тоғын өткізбегенін байқауға болады. Өйткені қант бұл бізде молекулалық зат болып табылады, яғни ол иондарға бөлінбейді. Енді тұзды қарастыратын боламыз. Дәл сондай көлемдегі суға тұзды қосамыз. Қарасаңыздар, бұл жерде тұздың концентрациясы артып жатыр. Енді электр тоғын өткізеді ме екен қараймыз. Қарасаңыздар, бұл жерде шам жанды, яғни натрий хлор жалпы суда ергеннен кейін натрий бізде катионға, ал хлор анионға ыдырағанын, яғни ионына ыдырағанын байқауға болады. Жалпы амперметр тоқты яғни көрсетіп тұр. Жалпы тұз ерітіндісі электр тоғын өткізетінін байқауға болады. Жалпы бұл бізде яғни тұз бізде электролит қасиетті көрсетсе, қант бұл бізде бейэлектролит көрсетіп тұр. Дәл осылай біздер оқушыларға қант және тұз ерітінділерін дайындап көрсете аламыз. Жалпы бұл FED Colorado және білім алаңы қосымшаларын қолдану арқылы оқушыларға ерітінділер тақырыбын тиімді және қызықты етіп өткізуге болады.